Өз-өзіңді емдеп ал. Өткен айда бір апаймен жеке кездесу жасадым. Қатты ауырып жүрген соң, қызы қоймай маған алып келіпті. Сөйлесіп отырып жазылуға ниетін байқасам, аузымен жазылғысы келеді, түп санасы басқаша сөйлеп тұр. Апайдың бала-шағасы қалаға оқуға кеткен. Былтыр күйеуі қайтыс болған, белі ауыра бастаған. Сонымен ауруы асқына берген. Неге? Себебі апа жалғыз қалған. Ауырып қалдым деп хабар жібергенде бала-шағасы шуылдап жанына жинала қалады. Ішқұса болып жалғызсырап жүрген адамның түп санасына ауырсам бәрі қасымда болады екен деген бағдарлама орнай бастайды. Сонымен апамен біраз сырласып, ішкі сағынышын қозғап, ауырмай-ақ бала-шағасының қасында бақытты өмір сүруге болатынын түсіндіруге тырыстым. Қалаға балаларының қасына көшетін болды. Жалпы көңіл-күй түсе бергеннен ауру асқына бастайтынын адамның өзі де байқамай қалады. Көбінесе ауру ішкі күйзелістен, жалғызсыраудан, ұзақ уақыт ренжіп жүргеннен пайда болып жатады. Сондықтан ешкімге ренжімеңіздер, өздеріңізге зиян. Француздың психотерапия саласында ерекше емдеу әдісін ойлап тапқан Эмиль Куэ деген әйгілі психолог, мықты фармацевт ғалым бар. Ол адамның сөзі арқылы ойын өзгерте алатынын айтып, ауыр науқастардың өз-өзін емдей алатын ерекше тәсілін ойлап тапқан. Оның үстіне Эмиль Куэ өте ауыр науқастармен, психикалық жүйке ауруына ұшыраған адамдармен жұмыс жасаған. Сонда оның әлгіндей науқастарға арнап ойлап тапқан дәрісінің қарапайым ғана құпиясы бар екен. Ол дәріні науқастар қабылдар кезде менің денсаулығым керемет деген мазмұндағы сөздерді айтып ішеуі тиіс болған. Ал психикалық аурудан қаншама адамды жазған әлгі сиқырлы дәрінің құрамын зерттеген ғалымдар оның кәдімгі аспирин дәрісі екенін анықтапты. Сонда Эмиль Куэ адамды ауруынан жазатын дәрі емес, сенім деген. Куэ адамдарды ауруынан айықтыру кезінде түп санасындағы ойлардың көмегіне жүгінетінін айтқан, және ол мен емдеуші емеспін, мен адамдардың өз-өздерін емдей алатынын үйрететін оқытушы ғанамын деген екен. Яғни мен саумын деген сөзді науқас адам миға сенімділік орнағанша айтуы керек. Бір мысал айтайын. Құрбымның көршісі қатерлі ісік дертіне шалдығыпты. Тіпті метастазаға дейін кетіп қалған. Қарапайым тілмен айтқанда, жаман аурудың соңғы стадиясында адам денесін әр жерінен тесіп, жарақаптай бастайды. Дәрігерлердің өзі ауруханадан алып кетіңдер деген екен. Санаулы күндерін балаларының қасында өткізсін деген болу керек. Содан әлгі әйел ауруханаға келген күйеуімен сөйлесіп, балаларын аманаттағысы келген. Сол кездері жақын достарының бірі қайтыс болып, әйелі жесір қалған көрінеді. Мен өлсем, сол әйелді ал. Жақын адам балаларға да жақсы қарайласады деген әйеліне күйеуі мен оны алмаймын, мен басқа әйелді аламын депті. Сонда ауырып жатқан әйелі ашуланып, сен менің өлгенімді күтіп жүр екенсің ғой деп күйеуіне ерек ескенде жазылып кеткен көрінеді. Бір қарағанда әзілге ұқсас болған бұл оқиғаны әлдекімдерден естісем, сенбес едім. Жақын құрбым айтты. Әлгі әйелдің өзі өлгеннен кейін күйеуім қайғырмақ түгілі әйел алғысы келіп жүр екен ғой деген ойы оны төсектен тұрғызған. Гиппократтан адам денсаулығына мықты әсер ететін не деп сұрайды. Сонда бірінші сөз, екінші пышақ, үшінші дәрі деген екен. Амалдан ниет жақсы дейді. Жазылам деп ниеттендің, Алла сол ниетіңді қабыл алды. Ниеттің күштілігі сондай, бір адамға садақа берейінші деп ниеттенгенде, сол үшінде Алла сауап жазады екен. Мен байысам анаған көмектесем, садақа берем десеңіз, сол ниетіңіздің сауабы жазылады. Әрине, бұл ниет шын жүректен шығуы тиіс. Қазір адамдарды жеке қабылдап жүрмін. Аптасына 10-15 адамға психологиялық кеңес беріп үлгерем. Сол тәжірибемнен бір қызық оқиға айтайын. Осыдан 4 ай бұрын 50-ден асқан апай келіп мұңын шақты. Үйде 2 келіні бар. Үлкен келініне 7 жыл, кіші келініне 6 жыл болғалы бала көтере алмай жүр екен. Алдымен үлкен келінімен сөйлестім.
ешқандай диагноз қойылмаған, еш жері ауырмайды, күйеуінде де бәрі жақсы. Шыныңды айтшы, екінші келін түскенде менен бұрын туып қояды ма деген қорқыныш болды ғой десем, мен әлі күнге дейін сол келін көтеріп қояма деп зәрем ұшады дейді. Көрдіңіздер ме, бәленің бәрі қайдан басталып тұрғанын. Адамның түп санасы сенің біреу жайлы ойлап тұрғаныңды, қорқып тұрғаныңды ұқпайды. Абысының бала туып қоймасын деген қорқынышты түп сана өзіне қабылдап жатыр. Исламда сен өзіңе тілеген нығметті басқаға тілемейінше толық мұсылман болып саналмайсың деген хадис бар. Сондай-ақ кімде-кім мұсылман бауырына нығмет тілеп дұға жасаса, періштелер саған да бұйырсын деп сен үшін дұға тілеп жатады екен дейді тағы бір хадисте. Міне, сіздерге психология. Ал кіші келіннің проблемасы неден дейсіздер ғой? Кіші келін келе салып үлкен келінмен алысқан. Мен ұл туамын да осы үйден кетіп бөлек шығамын, сен бедеусің деген. Жай ғана айтып қоя салмаған, үлкен келінді сондай сөздерімен жылатумен болған. Сондай ауыр сөздермен өзіне өзі ор қазып жүргенін жас келіншек қайдан білсін. Сонымен 3-4 ай бойы үлкен келін өзімен жұмыс жасады. Абысыным сәби көтерсін деп күні-түні дұға жасады, аффирмация айтты. Міне нәтиже, мен емші емеспін. Бала көтерудің ем-домын мүлде білмеймін. Мен тек адамның түп санасын тазалауға, ойын өзгертуге көмектесе аламын. Армандар орындалады. Әр адамның жүрегінің түкпірінде бір арманы бар. Ал арман орындалу үшін ең алдымен тап-таза сенім керек. Аллаға деген сенім. Сіз тек Алланың әмір еткен бұйрықтарын орындасаңыз болғаны. 100 000 теңге айлық беріп отырған бастығыңыздың барлық талабын бұлжытпай орындайсыз ғой. Ал неге 18 000 ғаламда жаратқан Раббымыз бәтіңкеңе бау керек болса да менен сұра деп тұрғанда қорқақтайсыз? Әлемнің кез келген атышулы байларының өмір тарихын қарап шығыңызшы. Барлығы да тақыр кедей болып барып көтерілген. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Кедей болғаннан бай болған хайырлы емес пе? Бастысы табысыңыз адал болсын. Біреудің хақысын жемеңіз. Шындығында ақша деген энергетикамен келеді, яғни жақсы энергия арқылы шақыра аласыз. Байлық зонасына өту негізі оңай, бірақ адамдар өздері қиындатып қойған. Инстаграмдағы дайректке келген хаттардың бәрі негативті. Шаршадым, бақытсызбын, өмір сүруге құлқым жоқ, армандарым жеткізер емес деп бәрі мұң шағады. Қарапайым мысал айтайыншы. Мысалы, бақшадағы жаңадан түйін салған алманы жұлып алып жесеңіз не болады? Аузыңызды ашытады, ішіңізді өткізіп, мазаңызды қаштырады. Солай ғой, арман дегенде сол алма тәріздес. Оның өзінің қызаратын, пісетін уақыты бар. Мәселен, сіз көлікті армандадыңыз. Шикі алманы шыдамай жеп қойғандай қарыз алып, немесе кредитке алып алсаңыз, сол көлікті мінген құрлы рахатын көрмейсіз ғой. Асықпаңыз. Әр нәрсенің уақыты бар. Біз қанша асыққанмен бала да 9 айсыз тумайды. Сол сияқты арман мақсаттың да пісіп жетілетін уақыты болады. Алланың есебі түгел. Адамның миы антенна сияқты, яғни мида қандай ой көп болса, өміріңіз сондай болады. Айналып кетейіндер-ау, жақсы ойлап тым болмаса, қиялыңызда бай, бақытты өмір сүріп көрсеңізші. Ол үшін ешкім ақы сұрамайды ғой. Негативті ойдың бәрінен құтылыңыз. Үйді қалай аламын, баланы қалай оқытамын, кредиттен қалай құтыламын деп бас ауыртпаңыз. Ол сіздің шаруаңыз емес. Алла қаласа, бір-ақ күнде өміріңіз өзгереді. Бір-ақ күнде. Тіпті өзіңіз де байқамай қаласыз. Тек асықпай, сабырмен күтіңіз. Мақсатты қойыңызда әрекет ете бастаңыз. Алла барлық есікті аша бастайды сол кезде. Миыңызға неше түрлі идея келе бастайды. Сіз өзіңіз сол өмірге қашан дайын боласыз, сол кезде армандарыңыз орындала бастайды. Біз аузымызбен дайын болғанымызбен миымызда көп қорқыныш пен сенімсіздік тұрады. Сол негативтен құтылсақ болды, тартылыс заңы жұмыс жасай бастайды. Яғни барлық мәселе мида. Ештеңеден қорықпаңыз. Әдемі армандарыңыз көп болсын. Арманға тез қол жеткізудің жолын айтайын ба?
Ең жек көретін адамыңызға өзіңізде жоқ нәрсені тілеңіз. Я Аллам, пәленшеге баспана бер, көлік бер, бала бер, бәрін бер, бақыт бер деп тілей беріңіз. Сосын періштелер дұшпаныңа да жақсылық тіледің, яғни барлық дұғаң қабыл болуға лайық деп сөз үшін тілектес болады. Кімде-кім жақсылық жасауға ниеттеніп бірақ жасамаса, Хақ тағала оны толық жасалған бір жақсылық есебінде жазады. Егер де жақсылық жасауды ұйғарып, әрі оны жүзеге асырса, Алла тағала сол бір ғана жақсылығы үшін 10 сауаптан бастап 700 есеге дейін, тіпті одан да еселеп сауап жазады. Ендеше басқа адам үшін дұға етіңіз. Аффирмация. Алла тағала мүміндерге, адамдарға жақсы сөз сөйлеңдер деп бұйырған. Сөздің құдіреті жайлы айтып та, жазып та жүрмін. Аффирмацияның не екенін түсіндіріп, айтылу ретін айтып, жеке кітапта жаздым. Расында да сөз адамның өмірін түбегейлі өзгерте алатын ұлы күш. Сөздің құдіреті көп қалауыңызды қар жандырады. Бірақ аффирмацияны дұрыс айту керек. Мен қарыздан құтылғым келеді. Дұрыс па? Жоқ. Ми бұл аффирмацияның қарыз деген негізгі сөзін ғана қабылдайды. Яғни қарыз деген сигналды қабылдап, дамыта бастайды. Дұрысы, менің табысым бәріне жетіп жатыр. Ақшаны алып жатырмын және беріп жатырмын. Нақтылық керек болса, мен 2 миллион табыс таптым. Аллаға шүкір. Аффирмацияны миға сіңгенше, жағымыз ауырғанша, тіліміз талғанша айтуымыз керек. Ауызша айтатын мүмкіндік болмаса, іштей айтыңыз. Аффирмацияны дұрыс айтып үйренгіңіз келсе, менің Айнұрдың аффирмациялары кітабымды алсаңыздар болады. Немесе өзіңіздің тілектеріңізге қарай сөйлемдер құрап, өз аффирмацияңызды қалыптастырыңыз. Адамның өміріне қатты әсер ететін нәрсе сөз. Өкінішке орай сөздің құдіретін сезіне бермейміз. Исламда жақсы сөйлеңдер, болмаса үндемеңдер деген хадис бар. Тіпті артық сөйлеп қоямыз ба деп қорқатын сахабалар ауыздарына тас салып жүретін болған екен. Луиза Хей адамдар аффирмацияның құдіретін білсе, ештеңе істемей тек соны айтқан болар еді дейді. Біз көп жағдайда адамның басында жамандық болса, тілінен тапты дейміз. Өзі біреудің баласын жамандай беруші еді, енді өз баласы сөйтті деп, тілінен келген бәле екенін бірден білеміз. Жақсы сөз де солай. Нені көп айтсаң, сол болады. Ең мықты деген барлық психологты тыңдасаңыз, таңертең менде бәрі керемет, мені тек қуаныштар күтіп тұр деп айта беріңіз дейді. Олай болса тек жақсы нәрсе айтыңыз. Өкпе, реніш, қызғаныш деген қап-қара энергетика. Адамның төбесінде қара бұлт сияқты Алладан келетін барлық нығметтің жолын жауып тұрады. Еш тілегіңізді болдырмайды, арманыңызға жеткізбейді. Еңсеңізді басып, одан сайын қиындықты көбейтіп тұра бермек. Олай болса, көзімізді жұмып, барлық буынды босатып, аяқ-қолды айқастырмай бос қойып, 7 рет терең дем алып, іштегі ауаны асықпай шығарып отырып ойланайықшы. Кімге өкпелейміз? Кім бізді өкпелетті? Терең дем аламыз да барлық ренжіткен адамдарды кешірейік. Өзіміз ренжітсек, кешірім сұрайық, қуанайық. Жек көрген адамымыз үшін Аллам оның дұғасын қабыл етіп, барлық арманына жеткізші. Ол ешкімге жамандық ойламайтын бақытты адам болсыншы деп дұға жасайық. Әрине айтуға оңай, жасауға да оңай. Тек тәкаппарлықты қойыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмбетін тәкаппарлықтан сақтануға кеңес береді. Тәкаппарлықтан сақ болыңдар. Расында, Ібліс адамға тәкаппарлықтан сәжде қылмаған болатын. Ибн Асакир риуаят еткен. Немесе Исра сүресінде де жер бетінде алшаң басып жүрме. Расында сен жерді тесе алмайсың. Биік таулармен де теңесе алмайсың деп ескертілген. Сондықтан сіздікі дұрыс болса да кішірейіңіз, жымиыңыз. Өмір бойы бітпейтін қиындық бар ма? Мәселен, мектеп бітіретін кезде қалай қиналдық? Ақша жетпей тозып кеткен кездерде болды ғой. Қайда сол қиындықтар? Бәрі де өтті, кетті. Бәрі жақсы болады. Біз бақыттымыз.
Өкпе ренішті арылудың басқа да нәтижелі жолдарын келесі тарауларда таратып айтатын боламын. Сөз құдіретіне қатысты тағы бір жайтты айтайын. Қалай ойлайсыз, ең көп еститін сөзіміз қандай? Өзіміздің есіміміз. Яғни өз атымызды естісек, бүкіл миымыз, жүрегіміз елең ете қалады. Себебі азан шақырған күннен бастап бүкіл клеткамызға сіңген. Адам атының тағдырына көп әсер ететіні де сондықтан. Байқасаңыздар, танымал қыздардың есімінде ай көп кездеседі. Айгүл, Айнұр, Алтынай, тағы да басқа. Айтақын ағамыздың ақын болатынын білместен ата-анасы ақын болсын деп қойған еді, солай болды. Айтақын ағамыздың 2 ұлы бар. Бірінің аты Арман, кенжесіне ақын Жандарбек Бегімбетовтей болсын деп Жандарбек деп ат қойған. Атақты ақын Жандарбек Бұлғақовты қазір танымайтын қазақ жоқ. Сол сияқты Мейрамбек те қазір барлық мейрамның ортасында жүреді. Нұрсұлтанның да патша болатынын білмесе де, елдің сұлтаны болса екен деген ниетпен қойылды ғой. Мұхамеджан Тазабековке де жердің бетіне исламды таратқан асыл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам аты қойылған еді. Қазір ол исламды бүкіл қазаққа таратып отырған арнаның жетекшісі. Ақын Сара Тоқтамысоваға да кешегі Сара Тастанбек қызы сияқты ақын болсын деп қойылған атты ақталды ғой. Майра апайымыздың есімін Уәлидің майрасындай әнші болсын деп қойса, Роза апайымызға да Бағланова Розадай бұлбұл болсын деп ырымдаған. Жалпы қазақтың розалары шетінен әнші. Бәрінің басында атақты Роза Жаманова апамыз тұрғаны белгілі. Яғни балаға ат қойғанда жеңіл-желпі қарамай жақсылап мән берген дұрыс екен. Және ол есімді не үшін қойғаныңызды шегелеп айтып, миына сіңіре бергеніңіз дұрыс. Энергиясы болмаса адам сөйлемейді. Яғни энергияны қай жаққа салады, сол жақ дамиды. Ойында бәрі бизнес болса, бизнес дамиды. Ұрыс-керіске энергия бердіңіз бе, ол дамиды. Телефонға шұқшия бересіз бе, оған деген тәуелділік пайда болады. Ауру да ойлаған сайын дамиды. Ауру мазалап жүрме, ойыңызды бизнеске, демалысқа жұмсаңыз. Өйтпегенде аурудың энергетикасы дамиды. Әлгінде айтқан зона комфортаға кіріп кетеді. Ақшаны ойлайсыз, энергияңыз осы жерде тұр. Әрине көбейеді. Енді ойлаңыз, сіздің энергияларыңыз қайда кетіп жатыр? Сондықтан жақсы сөз сөйлеңіз, энергияңыз да жақсы жаққа құйылады. Аффирмация айту арқылы арманыңызды орындай аласыз. Бір тілегіңізге қатысты аффирмацияны қалай айту ретін түсіндіре кетейін. Мәселен, баспаналы болғыңыз келді делік. Менің көп қонақ күтетіндей зәулім үйім бар. Алла тағала маған күн сайын бітпейтін несібе беріп жатыр. Күнде таңертең ояна салысымен және кешке 10 реттен осы сөзді айтыңыз. Шамамен 2 аптадай уақыт өткенде сіздің аузыңыз осы сөздерді автоматты түрде айтатын болады. Ауыз өздігімен айта беретін кезге жеткенде миыңыз осы сөзге сене бастайды. Ал ми сенді деген сөз тартылыс заңы жұмыс істейді деген сөз. Көп ұзамай-ақ зәулім үйдің иесі болып шыға келесіз. Ертегі сияқты деп сенбесеңіз өзіңіз біліңіз, бірақ 100% жұмыс жасайды. Алла тағала бәтеңкеңе дейін бау сұрасаңдар да беремін дейді екен. Тек өзіміз сенбейміз, күмәнданамыз. Жүрегіміз қалағанмен миымыз сенбей тұрады. Сол үшін түп санаңызды тазалап алыңызда алға ұмтылыңыз. Мәселен, Түркістан облысының алыс бір ауылында тұратын келіншек менің Нұрсұлтан қаласындағы қос қабатты үйімнің иесі боламын деп ойлады ма? Жоқ. Бірақ ол аффирмация айтты. Менің сабақтарымды тыңдап жүрген. Ол тіпті 5 баласымен пәтер жалдап тұрса да, үйді емес, қажылыққа жолдаманы ұтып алғысы келгенін айтты. Бибінұр Тапаеваға да хабарласып, сүйінші, сіз пентхаус ұттыңыз десек, мен негізі қажылықтың жолдамасын ұтып алғым келіп еді дейді. Сөйтсе ол кісі пентхаустың не екенін де ұқпаған. Қараңыз, Бибігүл сол кезде менің 28 күндік ораза ұстау марафоныма қатысып жүрген екен. Онда аффирмация айту, садақа беру сынды бір қатар тапсырмалар бар еді. Бұл туралы осы кітапта бөлек тараумен жазамын.
Айтпағым, Бибігүл марафонның тапсырмаларын мұқият орындап жүрген. Айнұрдың мотивациялары кітабын күйеуіне айтпай сатып алып оқыған. Оқып қана қоймаған, орындау керек тапсырмаларды орындаған. Ол сенген, тапсырмаларды мұқият орындады. Нәтижесі әне. Аяқ асты баспаналы болу деген шын мәнінде аяқ асты бұйыра салмайды. Ол сіздің Алладан тілеген тілегіңіз, дұғаңыз, басқаға жасаған жақсылығыңыз, берген садақаңыз, сөйлеген сөзіңіздің нәтижесі. Мен таң атқаннан кеш батқанша жұмыс істеуіңіздің нәтижесі демедім. Әрине, жалқау болмау керек, бірақ жанкешті жұмыстың нәтижесі ғана адамның арманын орындайды деп айта алмаймын. Бұл туралы онлайн дәрістерімде үнемі айтып та жүрмін. Енді қажеттеріңізге жарайтын бірнеше аффирмацияны жаза кетейін. Алла мені шексіз сүйеді және бар жағдайымды жасап қойған. Мен ең жолы болғыш, ең бақытты, ең сүйікті әйелмін. Менің отбасым өте бақытты, тату-тәтті өмір сүріп жатырмын. Мені дені сау баланы дүниеге әкелдім. Менің табысым бәріне жетеді, баймын, әрі бақыттымын. Менің балаларым жетістіктерімен қуантуда. Мен бақытты анамын. Менің денсаулығым күннен күнге жақсарып келеді. Күш қуатым өте жақсы. Аллаға шүкір. Күліп жүріңіз. Күліп жүру сүннет. Сүннет дегеніміз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям пайғамбарымыздың жасаған амалы. Күліп жүріңіздер. Барлық қиындық өткінші. Қандай қиындықты да сабырмен, көтеріңкі көңіл-күймен жеңіп кетуге болады. Оған еш күмәндарыңыз болмасын. Адам баласына ең қиыны не екенін айтайын ба? Адамның бәрін сол қалпында қабылдау. Біз бәрін өзгерткіміз келеді. Енеміз мейірімді болса, күйеуіміз романтик болса, баламыз тіл алғыш болса, достарымыз ақкөңіл болса, деп кете береді. Ал өзіміз өзгергіміз келмейді. Бар қателік осы жерден басталады. Ешкімді өзгертпей-ақ сол қалпында қабылдап үйреніңізші. Өзіңіз маңайыңызға шуақ шашып, тек жақсылық тілей беріңіз, болды. Әлеміңіз жайнап сала береді. 10-15 күн ешкіммен ұрыспай, ренжіспей, жымиып, репетиция жасап көріңіз. Позитивті толқынға қалай түсіп кеткеніңізді байқамай қаласыз. Ал позитивті толқынға түскен адамнан проблема қаша бастайды. Сіз өз өміріңізге қай арнаға бұрам десеңіз де өзіңіз білесіз. Ғажайып таяқша өз қолыңыздадыр. Гелатология деген күлкіні зерттейтін ғылым бар. Сол ғылымның негізін салушылар күлкінің адам өміріне айтарлықтай ықпал ететінін айтады. Тіпті күлкісіне қарап, адамның мінезін, ішкі жан дүниесін шамалауға болады екен. Қалың көпшіліктің арасында тұрсыз. Дәл сол сәтте сізге кім жымиып қараса, міндетті түрде сізде жымиясыз. Солай ғой. Қабағын түйіп, ашулы тұрған адамға жоламауға, қарамауға тырысасыз. Достардың арасында немесе достардың арасында ашуланшақ біреу бар делік. Оны жақтырмайсыз, жолағыңыз келмейді. Сөзіңіз дұрыс болса да үндемейсіз. Бәлесінен аулақ деп не айтса да келісе саласыз. Кез келген кештің шырқын бұзатын бәлеқор танысыңыз болса тіпті жаман. Шақырсаң лаңдатып кетеді, шақырмасаң бәлеге қаласың. Қай кезде де тек жамандық шақырып сөйлейтін де адамдар болады. Өстіп жүріп ауырасың, бір күні суық тиіп тұрмай қаласың, жұмыстан шығарып жібереді деген сияқты негатив шақырады да жүреді. Осындайлар кездессе, аузын ашпаса екен деп тұрасың. Инстада отырып алып та тек кінәрат іздеп, негатив қана жазатын адамдар бар. Олардың сосын көздері де өткір келеді. Көйлегіңнің етегі кір екен ғой. Фотошоппен әдемі болып тұр. 5 тонна бояу, аяғың қисық, құлағың дәу. Қаншама керемет сурет салсаң да шұқылап отырып табады. Ештеңе жақпайды. Көйлек салсаң мақтаншақсың, тамақ салсаң надансың, көлік салсаң қаңғыбассың, қысқа кисең ұятсызсың, ұзын кисең сөзге қаласың. Жап-жақсы пікірлер оқып мәз болып келе жатасың да көңілің құлазып сала береді. Айдаладағы танымайтын адамға көңілің бірден суып кетеді. Оларды жек көресің. Энергиясы сізге ауыр. Керісінше үнемі тілеулес болып жүретін адамдар бар. Жазбай қалса іздейсің.
сын айтса да кешіріңізші деп 1000 рет кешірім сұрап алып айтады. Ондай адамдар жазған әрбір әріптен мейірім бұрқырап тұрады. Танымасаң да жақсы көресің. Достардың арасында да сондай мейірімділері болады. Жаның қиналса, соны іздейсің. Оны сағынасың. Ол бәріне сүйкімді, тек қуаныш сыйлайтын көңілді таныстар болады. Олармен араласқың келеді, іздейсің. Саған тілеулес болып жүретін жанашырларың болады. Оларға сенесің. Сені жақсы көретін адамды қалай жек көруге болады? Әрине, сен де оны жақсы көресің. Жақсы адамдар өздеріне магнит сияқты тартып тұрады. Жақсы энергия дегеніміз осы. Жан-жағына тек жақсы энергия тарататын жақсы адамдардың қатарынан болайық. Жымиып жүріңіз. Сонда бәріне сүйкімдісіз. Жақсы көңіл күйдің сізге келетін кірістің, ақшаның, жақсы жаңалықтың шақырушысы екенін айттым. Тағы да айтайын. Әрине, эмоцияны басқаруға қатысты алдағы тарауларда да кеңірек айтатын боламын. Бірақ реті келгенде қысқаша айта кетсем. Егер сіздің көңіл күйіңіз түсіп тұрса, қанша жерден жанталасып жұмыс істесеңіз де ақшаңыз көбеймейді. Өйткені ақшаның жолын қатулы қабағыңыз кес-кестеп тұрады. Бұл 100% көзім жеткен жағдай. Ендеше күліп жүріңіз. Соншалықты қиын емес қой. Қиын десеңіз, арнайы техникасында айтайын. Телефоныңыздың таймерін әрбір жарты сағат немесе 1 сағат сайын шырылдайтын қоңырауға қойып қойыңыз. Шырылдаған сәтте жымиясыз. Бастапқы кезде өзіңіздің бұл әрекетіңізді ешкім көріп қоймады ма деп жан-жағыңызға жалтақтап, есі ауысқан екен деп ойлап қалмасын деп есіңіз шығуы мүмкін. Кейін осы езуіңіздегі күлкі сізге жағымды жағдайларға тарта бастағанда, кім не ойласа да оны ойласын, мен өзім үшін күліп жүремін деп шешім қабылдайтын боласыз. Дәл осы техниканы жасап көрген оқырманнан мынадай хат келді. Күлу техникасын жасап көрердің алдында үйде ылғи ұрыс керіседі. Техникадан кейін 1,5 ай үйде ұрыс жоқ. Яғни сағат қоңырауын қойып, ол шырылдаған кезде күлеміз дейміз де, отбасымызбен күлеміз. Басында өтірік күлген едік, кейін үйреніп кеттік. Тамаша әдіс. Үйіме береке де, мереке де осы техникамен кірді, деп жазыпты бір келіншек. Күліп жүрген адамда уайымдап уақыты да қалмайды. Тағы бір нәрсе естеріңізде болсын. Ата-ананың уайымы баланың ауруын асқындатып жібереді. Шешесі уайымдай беретін адамның баласы құлап қалса, бір жерін сындырып алады. Уайымы жоқ ананың баласы құласа, үстін қағып кете береді. Сондықтан уайымдаудың осындай қаупі бар екенін ескеріп, уайымның орнын жымиюмен толтырамыз. Ендеше күліп жүреміз бе? Садақаның пайдасы. Біресе биліктен, біресе туыстан, біресе банктен, біресе тамыр-таныстан көмек сұрай бергенше, өзіңіз жұртқа көмектесе алатын деңгейге жетіңіз. Мен жасаған жақсылығымды Алланың разылығы үшін жасаймын, және жылтыңдатып жариялағанды жек көремін. Садақаның қасиеті де сонда. Мақтаныш үшін жасалынбауы керек. Садақаның қасиеті туралы сағаттап сөйлеуге бармын. Үнемі сабақтарымда да жиі айтамын. Айтқанымның нәтижесін көріп жатқан шәкірттерімнің мысалдары да жетерлік. Байығыңыз келе ме? Садақа беріңіз. Жасырын не ашық түрде көп садақа беріңдер. Ризықтарың көбейеді. Көмекке ашық болыңдар. Дұғаларың қабыл болады дейді. Ауруыңыздан құлан таза аяқыңыз келе ме? Садақа беріңіз. Ауруларыңда садақамен емдеңдер. Садақа барлық ауруды және бәлені қайтарады дейді. Тілегіңіз орындалмай жүр ме? Садақа беріңіз. Қарызыңыз көп пе? Садақа беріңіз. Күнәңіз көп пе? Садақа беріңіз. Неге дейсіз бе? Өйткені расында да түсінген адамға садақаның пайдасы орасан зор. Жақсы, тіпті менің сөзіме сенбейсіз делік. Ендеше садақаның қасиеті туралы мен айтпаған, хадистерден алынған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям риуаят еткен сөздерін жинақтап жаздым. Жақсылық өмірді ұзартады, садақа күнәларды кетіреді және жаман өлімнен қорғайды. Садақа берген адамның ризығы көбейеді және дұғасы қабыл болады.
садақа беруге кедергі болған адамға лағнет болсын. Садақа қабір азабынан қорғайды, қияметте қамқорлығын алады. Садақамен қиыншылықтардың алдын алыңдар. Судың отты сөндіргеніндей садақа да күнәларды жояды. Уаллахи, садақа берумен мал азаймайды. Олай болса, садақа беріңдер. Садақа дүние мүлікті көбейтеді. Олай болса, садақа беріңдер. Садақа 70 түрлі бәленің алдын алады. Бұлардың ең жеңілі алапес ауруы. Садақа шайтанның белін сындырады. Жасырын берілген садақа Алланың ашуын сөндіреді. Алла разылығы үшін садақа берген адамға қияметте Аллаху Тағала: «Ей құлым, сен менің разылығымды көздедің. Мен сені масқара етпеймін, және денеңді жаһаннамға харам етемін. Қане, жәннатқа қалаған есігіңнен кір» деп бұйырады. Аз да болса садақа беріңдер. Ақшасын сақтап бермеген адамнан Аллаху Тағала ихсанын кеседі, мейірімін үзеді. Ризығыңның көп болуын қалаған адам садақа берсін. Садақа беріп ризықтарыңды көбейтіңдер. Садақа мал-мүлікті көбейтеді. Садақа беруде асығыңдар, өйткені бәле садақадан асып өте алмайды. Садақа беріңдер, өйткені садақа жаһаннамнан құтылуларыңа себеп болады. Бір дана құрма да болса садақа ретінде беріңдер, өйткені ол аз да болса аштықты кетіреді және судың отты сөндіргені секілді күнәларды жояды. Садақа нәпіл ораза тұтудан да құнды. Сауабын мұсылман әке-шешесіне бағыштап берілген садақаның сауабы оларға да барады. Өз сауабынан да еш нәрсе азаймайды. Садақа ретінде берілген бір үзімнан Аллаху Тағаланың алдында Ухуд тауындай үлкейеді. Оқыдыңыз, қайтара оқыңыз. Түсініп, әр сөйлемге тереңдеп, бойлап оқыңыз. Осыншама орасан зор пайдасын біле тұра, енді садақа беруге қатысты пікіріңізді өзгерте алдым деп ойлаймын. Себебі бір басыңызда өзіңізден үлкен мәселелерді үйіп алып жүргенше, садақа беріп, жоқ қылып жіберген әлде қайда абзалырақ емес пе? Ендеше мәселеңіздің шешіліп, қиындықтан құтылып, тығырықтан шығар жолды біле тұрып, әрекетсіз отыруға болмас. Расында садақаның берген адам үшін пайдасы мен сауабы мол. Садақа жоғарыда айтылған қаншама қасиетінен өзге, сол садақа берушінің мейірімін оятып, жүрегін тазалайды. Ал ақыретте сауапты амал жасау мүмкін болмаған сәтте берген садақасының сауабы тым жоғары екен. Мен үнемі айтып жүрем, Алла Тағала берген садақаңды 10 еселеп қайтарамын деген екен. Қалтасындағы соңғы 500 теңгесін беріп еселеп алғандар бар. Әрине мен Құдаймен есеппен байланыс орнатамаймын, бірақ бастапқыда осындай есебі бар адамның да жүрегі әр адамға жақсылық жасаған сайын жұмсара бастайды. Жүрекке мейірім орнағанда адамның өзі садақа бермей жүре алмайды. Менің ислам мен өзім оқып-тоқып жүрген техникаларыма жүгіне отырып жасаған авторлық 28 күндік ораза марафонымда күн сайын садақа беру талабы міндеттелген. Садақа деген тек қана қаржылай көмек көрсету деген сөз емес. Садақаның сөзбен де, біліммен де беруге болады. Яғни білгеніңізді тегін үйретіңіз. Өзіңіз кимейтін киіміңізді беріңіз. Тәтті тамақ пісіріп көршіңізге ұсыныңыз. Жақсы сөз арнап дүкендегі сатушыны қуантыңыз. Біліңіз, садақа беру үшін бай болу, ауқатты болу міндетті емес. Ол сіздің көңіліңіздің байлығы, ниетіңіздің түзулігі. Ендеше садақа беріп, өзіңізді сан бәледен сақтаңыз. Ырзығыңызды көбейтіңіз.